Бүгін біз етсіз тамақ жасаймыз. Бұл өзбек халқының тағамы. Сондықтан менімен бірге болып, аяғына шейін көріңіздер. Бұл тамақ сіздерге ұнайтын болады. Қазір мен нан иледім. Міне нанымызды қанша илеп алдық. Енді қазір нанымызды бір 15 минуттай тындырып қоямыз. Нанымыз тынып жатқан кезде сопасын дайындай бастаймыз. Міне майымды құйып алдым, қазанның астына отым жақтым. Қазір кішкене пиязбен турап қойған перцімді қуырып жіберемін. Жалпы суды қайнатып суға да пісіреді. Енді мен кішкене дәні кірсін деп сопасын кішкене дәм беріп не урайын деп отырмын. Астын басып қоямыз. Енді міне дайындай бастаймыз. 2 жұмыртқа. Енді сіздер жұмыртқаны 4-6 қанша адамсыздар, соған қарай үлкейте берулеріңізге болады. Ал біздің үйде қазір 2 адамға дайындап жатқан себепті мен 2 жұмыртқа жардым. Енді 2 жұмыртқаға кішкене сүт, сұйық май, кішкене перец, кішкене тұз. Міне араластырып дайындап қойдық. Сіздерге көрініп жатыр ма? Сұйық майдың орнына кәдімгі сары майды ерітіп қосуларыңызға болады. Сүттің орнына сұйығырақ кілеге қосуға болады. Енді мен үйде не бар, соны қосып жатырмын. Міне дайын тұр. Енді қазір бізге ыңғайлы болу үшін мынандай чайнектің ішіне құйып қоямыз. Міне дайын. Осылай тұра берсін бізге. Енді жұмыртқам қуырылды. Енді міне суымды құйып қоямын. Ашылып қайнап кетсін. Сосын сорпасына тұзын салып дайындап қоямыз. Енді нанымыз тынғанша күтеміз. Міне нанымыз тынды. Енді нанымызды жайып аламыз. Жаңа мен сіздерге чатасып жұмыртқаны қуырып аламыз деппін. Жұмыртқа емес, жаңа пиязымыз бен перецімізді қуырып, суымызды қайнатып, газдың астын басып қойдым. Енді қазір нанымызды жаямыз. Арғада көрсетем сіздерге. Нанды жұмсақ иледім. Себебі қатты жұмсақ емес, енді дегенмен жұмсағырақ. Нанды қатты илемеу керек. Нанды қатты илеу керек кеспе жасаған кезде. Қазір біз нанымызды жабыстырамыз, сондықтан нанымыз қатты демес, қатты жұмсақ демес, орташа қылып илеп аламыз.
kalın емес, çetlerin ғана жайып алдым. Енді kesеміз. Енді нанымызды kesemiz. Bismillah. Енді мен сізге көрсетейін. Қазір экран жақындатайын. Мына ортасына кішкене ғана бүйтіп ұн жағамыз. Чет-четін жапсырамыз. Сонда ортасында мынандай қалта болып қалады. Міне, мына жер қалта міне. Ортасына ұнымызды сеуіп аламыз. Ортасы қалта. Арқарады. Чет-четін асықпай, жақсылап жабыстырыңыздар. Міне сорпамыз қайнап жатыр. Енді мына қалтамызға чайнектегі жұмыртқамызды құямыз. Мен толтырып жібердім. Ештеңе алмайды. Міне қалтамызды аштық. Кішкене толтырмай қойыңыздар. Қалтамызды аштық. Мен қайта-қайта толтырып жеп жатырмын. Енді бұндай қашықты. Енді қазір сүзіп аламыз. Бетіне шыға салысымен сүзіп алмаймыз. Бір 2 минуттай кішкене мен қайнатып алдым.
Енді міне ертіп алған сары майымызды міне үстіне құйып алдық. Міне етсіз керемет тамақ. Сондықтан сіздер өстіп жасаңыздар.